Так. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қалай жазаларыңыз? Жақсылар ма? Кеше комментарда осы видеода ютубта көбісі бағасын айт, анау мынау балағаттап жатқан кісілерге алғыс айтамын, рахмет оғанда. Олай жазғандарыңызға да сіздің санаңыз соған жетіп жатса, рахмет. Я, өйткені мен ештеңе демеймін ғой сізге. Сол сияқты мынау қазір осы видеолар бүгін октябрьдің 5-і, бүгін тағы 3 контейнеріміз келді. Қазір екеуін түсірдік. Екеуін міне 5-і. Иә, көрмей қалады ма? В общем, октябрьдің 5-і екеуін түсірдік. Қазір қайта біреуін тағы түсіреміз енді. Міне бізде 20 миллионға Анекең деген олардың семьясында 7-8 бала, 2 қыз, по-моему, или 3 қыз, по-моему, бәрі қосылып әкесіне осындай оңтүстік Кореядан тапсырыс берді. Пульт управлениемен парковкадан шығады. Міне машина өзі оталады, өзі парковкадан шығарады, өзі жүреді. Иә, оны қазір көрсетемін. Міне есігін жаптым. Машина оталды, өздеріңіз көрген дегендей. Мына парковкаға басам. Жүреді машина. Қараңыздар, машина жүріп жатыр. Енді мені көресіңдер. Алдынан бар. Балалар жүгіріп келсе, тоқтап қалады. Міне әлі басып тұрмын. Аварийный жанады. Бұндай комплектация Хайландерда жоқ. 4 ВД. Парогын біз сыйлағамыз. Бұрын пленка жасап береміз. Солай 20 миллион теңгеге түсті 21-ші жылғы. Полный комплектация. 4 ВД, 7 орындық. Енді кеттік, біз қалған машиналарды қазір тағы түсірейік, көріңіздер. Маған өшірейік, енді артқа берейін. Қазір міне артқа беріп жатырмын. Адам ішінде жоқ, қазір ашып көрсетеміз. Ішінде ешкім жоқ. Міне бұндай тағы да айтайын, Хайландерде жоқ, 38 миллион тұратын. Хайландерде жоқ ондай. 38 миллионға 2 Санта-Фе алсаңыздар болады. Так, өшірем. Машина өшеді, міне өшеді. Енді қараңыздар. Ішінде, ішінде ешкім жоқ міне. Артына багажға қашып кетті дейтін жарыстар. Багажында ешкім жоқ, міне алдында да артында қашқан жоқ ешкім. Полная комплектация. Белый жемчуг құтты болсын. Сосын бізде Жандар деген бауырымыз бұл кісі де әкесіне сыйлап жатыр. Бұл Санта-Фенің інісі десек болады. Сол 1 жыл кешігіп шыққан. Мынау шыққаннан кейін. Бұның кілті қайда? Так, бұлардың пульттары уже басқаша. Так, бұл да 4 ВД. Бұл кісі 14 миллионға түсті. Полная комплектация. 4 ВД. Мониторы бар, кожный салон. Штор, подогрев, бесключевой доступ. Бұл да электронный багаж. Электронный багаж. Кәрістер молодец. Жақсы істеп шығарып жатыр. Артында мына 7 орындықтың мына жерде 2 орын бар. Тағы да солар шығады. Солар жатқызады. Ол кісіге де рахмет. Бұл 14 миллионға түскен. Енді арасында бұндағар кездеседі 14 миллионға полный комплектация аламауымыз да мүмкін. Шығады. Бұдан кейін. Бұның кілтін бер маған. Қолымда. Так, 19 жылға қарасвет бензин 3 куб. Бұл кісіге 11 миллионға түсіп жатыр. Бұл жаңа өзенге сәлем. Жаңа өзеннен бұл да комплектациясы жақсы. Жаңа өзенге сәлем. Жаңа өзен жігіттер заказ беріңіздер. Бізде Қызылордада
филиалымыз бар, Олжас деген, соған хабарлассаңыздар, осы жерде видеоның астында Олжас деген номер бар. Сол жаққа хабарлассаңыздар, сізге көліктің қаншаға келетінін, қалай келетінін бәрін айтып түсіндіреді. Иә, көрсеңіздер болады. Бұл кісінің аты Бәке дейміз енді. Шын атын айтпай қойайық. Бәке. Міне, 3 куб бензин. Мынау нәрселері. Так, одан кейін полная комплектация болды. Мультимедиа, подогрев, артқы шторлары бар, кожаный салон, міндетті түрде. Память сиденья, міне орындар кетіп жатыр. Өте керемет. 70-тен, айтпақшы 70-ті бір айта кетерім. Сонша қымбат машина. 70-тің фарасын кім табады соны? Комментарға жазыңыздаршы, айтпақшы. Қалай регулировка жасайды жаңағыда, бүйтіп көтеру, түсіру деген сияқты системасы бар ғой. Соны қалай регулировка жасайды 70-те? Айтыңыздаршы. 70-те ондай жоқ. Бұда ішінде өзінің умный фара, өзі машина қосылған кезде өзі іздеп, өзі тауып алады. Сондайға дейін істелінген. Айырмашылық бар ма? Сонша 70-те жақсы көреміз. 70-те тастайық, уже қалады болды Япония. Кореяға өтейік. Так. Одан кейінгі біздің уже радар жағы әлі қойылған жоқ. Kia K5 20 жылғы. Бұл да полный комплектация. 3 куб бензин. Міне ішін түсірегет. Полный, в общем, полный комплектация. Бұл біздің сатылым бағада қазір 19 миллионға қойып жатыр. 19 миллионға 360 бәр нәрсесі бар. Так, одан кейінгі көліктеріміз бүгінгі келген осы төртеуі. Одан кейін Hyundai Grandeur тоже. Осы Чимкент қаласынан. Бұл да бір примерно 11,5-12 миллионға келіп жатыр. Заказ берсеңіз болады. Полный комплектация, бензин 3 куб. Одан кейін Kia K7-іміз бар. Kia K7. Мынау газ, полная комплектация. Мынау да полная комплектация. Kia K7, K5. Осындай ағайын тапсырыс берсеңіздер болады. Ешқандай нәрседен уайымдамаңыздар. Контейнерлер жолда келеді. Аман есен. Міне осылай әрбір егесіне осы жерде қазір 8 отбасын осылай ақшаларын алып, сол жақтан машина әкеліп беріп, қуантып жатыр. Ол деген үлкен қызмет болады. Жаңағы бір сұрақтарыңыз, сөздеріңіз болса, тағы да біздің комментарға қалдырыңыздар. Сосын барып біздің каналға әдеттегендей ұмытпай подписаться етіңіздер. Жақсы видеолар көрсетіп отырамыз. И жан-жақтарыңызға, достарыңызбен бөлісіңіздер WhatsApp групптармен. Жақсы, сол саламат болыңыздар.